құрметті достар, қазір әлемде болып жатқан індетке байланысты баршаңызды кітап оқуға шақырамыз. Биыл «Бір ел, бір кітап» республикалық акция аясында Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы таңдалып алынды. Мәдениеттің мәйегі кітап демекші, кітап оқуға асығайық. Қадірменді жерлестер, құрметті ағайын, баршаңыз білесіздер, биыл Абай Құнанбаевның 175 жылдығы мерекеленуде. Әрине, өкінішке орай, қазіргі бүкіл дүние жүзіндегі коронавирус індетіне байланысты біздің жоспарлаған көптеген іс-шараларымыз әзірше өзінің жоспарлы уақытында өте алмай жатыр. Дегенмен бұл індет ортамыздан кеткеннен кейін аудан көлемінде, облыс көлемінде барша жоспарланған іс-шаралар, мәдениеттік шаралар, тағылымды шаралардың барлығы жалғасын табады деп ойлаймын. Дәл қазіргі кезде әрқайсымыз үйде оқшауланып отырғанымызда осы Абай атамыздың кітабын, Абай бабамызға арналған көп шығармалар бар. Мұхтар Әуезовтен бастап басқа да біздің ғұлама ақын жазушыларымыз Абай бабамыз туралы ол кісінің өмірбаянынан үлкен естелік дүниелерді осы ұрпаққа қалдырды. Соның барлығымыз қазір өз үйімізде оқшауланып отырған кезде жеке өзіміз, отбасымыз, балаларымызға, немерелерімізге бірігіп осыны жаңағындай дәріптеуімізге үлкен мүмкіншілік, осындай жағдайда пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Баршаңызға аманшылық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, ортамыздағы мынау аты жаман індет ортамыздан жылдамырақ кетсін деп тілейміз. Абай атамыздың жақсы бізге қалдырған тағылымды дүниелерін біліп оқып жүрейік. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді-ау іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді-ау іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар деймес сендей бір адамзат баласы, бар деймес сендей бір адамзат
Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді ау іштегі ғашықтық жарасы. Бітпейді ау іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың